Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, көрермендер. Өткен аптада бізде ауыл оқушыларына арналған, ауыл мектептері оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші кезеңі өтті. Соның 10-шы сыныптың есептерін талдап көрейік бүгінгі видеода. Так, бізде 4 есеп берілген, 4 тақырып бойынша, яғни сандар теориясы, планиметрия, алгебра және комбинаторика. Рет-ретімен қарап шығайық. Бірінші есеп 2023 және 4 жұлдызша. Осы жазбадағы жұлдызшалардың орнына сандар қойылғанда соңында шығатын 8 таңбалы сан 2024-ке бөлінетіндей етіп 4 цифр қойылды. Мұны неше тәсілмен жасауға болады дейді. Так, мына жерде сандар емес, цифрлар болу керек. Цифрлар. Яғни бізде 2023-тен басталатын 8 таңбалы сан 2023 и ар жағында тағы 4 цифр бар. А, Б, С, Д деп жазып қояйық. Осы 8 таңбалы сан бізде 2024-ке қалдықсыз бөліну керек. Соның неше әдісі бар? Яғни ондай қандай сандар бар 8 таңбалы именно 2023-тен басталатын и 2024-ке бөлінетін. Яғни неше тәсілмен цифрлар қоюға болады деп тұр. Так, 2023 и ар жағында, так, мынаны разрядтап жазатын болсақ, онда бізде мынандай сан шығады: 20 230 000 и қосылған АБЦД. Мына осы АБЦД деген 4 таңбалы сан. И осы сан бізде 2024-ке қалдықсыз бөліну керек. Бізге АБЦД-ны табу керек мүмкін мәндерін. Есеп кішкене оңайырақ болу үшін ары қарай жазуға былай деп белгілеп қояйық. 2023-ті бір әріппен белгілеп қояйық, М деген әріппен. М деген әріппен белгілеп қояйық. Сонда біз берілген қосындыны, так, қосындымызды былай сарымен көрсетіп қояйын. Мына қосынды. Осы қосынды бізде 2024-ке бөліну керек. Онда осы қосындыны біз былай деп жазаламыз, я. 10 000 көбейтілген 2023. 2023 деген бізде ол М, я. 10 000 М қосылған. Так, давайте АБЦД-ны тоже басқа әріппен белгілеп қояйық. АБЦД деген 4 таңбалы санды біз Н деген әріппен белгілеп қояйық. Сонда 10 000 М қосылған Н деген сан шығады. Осы сан бізде, қараңыздар, осы сан бізде 2024-ке бөліну керек, я? Ал 2023-ті біз М деп белгіледік қой. Онда 2024-ті біз М плюс 1 деп белгілей аламыз. Түсінікті, я? 2023 М болса, 2024 М плюс 1. Сонда бізде мынандай нәрсе шығып тұр: 10 000 М қосылған Н. Осы қосынды бізде М плюс 1-ге бөліну қажет. Осы жерден М плюс 1-ге бөлінетін санды бөліп алайық. Былай жасаймыз. 10 000 М-ға 10 000-ды қосайық. И ештеңе өзгермеу үшін қайтадан 10 000-ды алып тастаймыз. Қосылған Н. Сонда мынау бізде М плюс 1-ге бөлініп тұр. Яғни 10 000-ды жақшаның сыртына шығарып жіберсек, 10 000 көбейтілген М плюс 1 болады. Так, азайту, мынаны жақшыға алып қояйық. 10 000 азайтылған Н. Так, осы жерде қарайық. Мына бірінші қосылғыш 10 000 көбейту М плюс 1. Ол М плюс 1-ге көбейтіліп тұр, сондықтан бұл бізде М плюс 1-ге бөлініп тұр. Онда бізде есеп шығу үшін мынау екінші жақша, ол да істеу керек, М плюс 1-ге бөліну керек. Бұл да М плюс 1-ге бөліну керек. Болды, есеп шықты осымен. Сонда қараңыздар, 10 000 азайтылған Н деген сан бізде М плюс 1. М плюс 1 деген ол 2024. 2024-ке бөліну қажет. 2024-ке қандай сандар бөлінеді өзі? 10 000-ға дейін, яғни 4 таңбалы сандар. Яғни 2024-дің өзі бөлінеді. 2024-ке 2-ке көбейтсек бізде 4048. Осы сан бөлінеді 2024-ке. 3-ке көбейтсек 6072. И 4-ке көбейтсек 8096. 5-ке көбейтсек уже асып кетеді 10 000. 5 таңбалы болып кетеді. Сонда осыдан біз уже есептің жауабы жалпы шығып тұр уже. Яғни бізде 4 сан бар. Жауабы 4 сан. Ол сандарды біз анықтап қойсақ та болады. 10 000 азайтылған Н бірінші 2024-ке теңестіреміз. Сосын осы санды біз
4048-ге теңестіреміз. Сосын осы санды 6072-ге теңестіреміз. И осы санды 10.000 азайту n-ді 8096-ға теңестіреміз. Сонда бізде n-нің мәндері шығады. Так, 10.000-нан 2024-ті азайтсақ бізде 7976 болады. 4048-ді азайтсақ 5952 шығады. 6072-ні азайтсақ 3928 и 1904. 1904. Сонда көріп тұрмыз ғой, n дегеніміз не екен? N дегеніміз ол бізде осы ABC-ді біз іздеп отқан. Мынау, мына жерде бұны жазылып тұр ғой. Яғни 2023-ке осы n-ді осы төртеуін тіркеп жаза саламыз, сонда сол сандар бізде бөлінеді деген сөз ғой. Яғни 2023 7976 20.237.976. Сонда 2023-ке 59-52-ні қосарлап жазып қоямыз. 2023 39-28 и 2023 1904. Осы сандардың барлығы бізде 2024-ке бөлінеді. Калькулятормен бөліп тексеріп қарасаңыздар болады, ол бізде бөлінеді. Так, жақсы, бірінші есеп бізде шықты. Бірінші есеп ондай қиын есеп емес. Екінші геометрия. ABC үшбұрышында медианалар G нүктесінде қиылысады. M нүктесі ол BC-нің ортасы, GP және GQ сәйкесінше AB және AB және AC қабырғаларына, бұны кішкентай әріппен жазып қойыппын. AB және AC қабырғаларына түсірілген перпендикулярлар GM 5-ге тең, GP 8-ге тең, GQ 6-ға тең екені белгілі. ABC үшбұрышының қабырғаларын табыңыз дейді. Так, Q мына жерде қабырғаларын табыңыз дейді. Так, қараңыздар, бізде сонда үшбұрыш берілген. ABC деген үшбұрыш берілген, е? И осы жерде M BC-нің ортасы дейді. Мына BC қабырғасы, соның ортасы M. Яғни мынау BM, MC олар тең болып тұр бір-біріне. GP және GQ сәйкесінше AB және AC қабырғаларына түсірілген перпендикулярлар. Медианалар G нүктесінде қиылысады дейді. Медиана дегеніміз не? Медиана ол так, A мен M-ді қоссақ, осы медианада G нүктесі жатады. Біз білетіндей медианалар екінің бірге қатынасындай бөлінеді. Яғни, примерно былай болады, я? G. Яғни AG кесіндісі ол GM кесіндісінен екі есе ұзын болады. Яғни екінің бірге қатынасындай бөлінеді. И осы G нүктесінен екі перпендикуляр түсірілген. Так, AB-ға бізде GP түсірілген. Міне перпендикуляр. Ал AC-ға GQ түсірілген перпендикуляр. Түсінікті, да? Так, получается бізде так, GM бізде 5-ке тең. Міне қараңыздар, GM қабырғасы, мынау қабырға бізде 5-ке тең деп тұр. GP қайда бізде? Мынау бізде 8-ге тең, GQ бізде 6-ға тең. Бізге барлық қабырғалар табу керек. Та қараңыздар, мықты GM бізде 5-ке тең деп тұр ғой, онда AG бізде 2 есе үлкен 10-ға тең, яғни екінің бірге қатынасындай бөлінеді 10-ға тең. Сонда Пифагор теоремасы бойынша біз мынау қабырғаны таба аламыз, е? Бұл бізде 6-ға тең болады. Яғни 10-ның квадратынан 8-дің квадратына азайтсақ бізде 6-ның квадраты шығады. 36, 64 азайтамыз. Мықты 6-ның квадратты азайтсақ, сәйкесінше 8 квадрат шығады. Сонда Пифагор бойынша мынау бізде 8-ге тең. Получается, мына екі үшбұрыш бір-біріне тең болып тұр, е? Тең үшбұрыштар жазып қойық. A қабырғасы, AP қабырғасы G. AP деген бізде қаншаға тең? 6-ға тең қой. Значит, 6-дан бастауымыз керек, е? Бұл тең болады, сонда G, Q, A. Яғни бұл үшбұрыштар бізде тең болып тұр. Тең тікбұрышты үшбұрыштар. Демек, қараңыздар, мынау бұрыш бізде, егер альфа болса, онда мынау бұрыш альфа деген сөз. Сәйкесінше мынау бета болса, мынау бізде бета деген сөз.
бұдан не шығады? Альфа плюс бета бізде 90 градус деген шығады. Яғни 2 альфа плюс бета ол 180. 180, сонда альфа плюс бета 90. Себебі төртбұрыштың, егер үлкен төртбұрышты қарастыратын болсақ, А, П, G, Q деген. Онда оның қарама-қарсы қабырғалары тік бұрыштар ғой, мынау бұрышпен 90 градус, и мынау бұрыш 90 градус. 180 болып тұр. Онда альфа плюс бета ол да 180, альфа плюс бета 90. Значит, получается, бізде А бұрышы ол 90 градус. Бізде берілген үш бұрышымыз, А, Б, С үш бұрышы, ол тік бұрышты үш бұрыш болып тұр сонда. Так, онда чертежді қайта жасап қояқ, сонда барлығы бізде уже түсінікті. Яғни А бұрышы бізде тік бұрыш болып тұр. Медиана түсіріледі. Так, мынау Б, мынау С. Сонда бізде есептің шарты бойынша А, М, медиана ол 10 қосылған 5, 15 кетен, я? 15 кетен. Ал біз білеміз, что медиана тік бұрышты үш бұрышта гипотенузаға түсірілген медиана ол гипотенузаның жартысына тең. Яғни мынау бізде 15 болса, так, мына жерде G нүктесін белгілеп қояйық. Мынау 5 қой, мынау 10. Сонда мынау да 15 и мынау да 15. Сонда біз гипотенузаны таптық, гипотенуза бізде 30-ға тең. Так, екі перпендикуляр түсіріп қояйық. Перпендикулярлар. Так, біреу 8, біреу 6. Мынау бізде 8, мынау бізде 6. Так, и осы жерден орта сызық жүргізе салайық былай. Былай орта сызық жүргіземіз, и былай орта сызық жүргіземіз. И қараңыздар, фалес бойынша AG, GM-ге қатынасы 2-ні 1-ге қатынасы ғой. Онда мынаған қатынасы тоже 2-ні 1-ге қатынасы болады. Мына жер бізде 8-ге тең, онда мынау 2 есе кіші 4-ге тең болады. А так как мына жер орта сызық болғандықтан, мына орта сызық қой. Себебі мынау М, мысалы К деп қояйық. Онда АК КЦ-ға тең, онда мына жер 12 болады. Яғни 8 плюс 4 12, онда мына жерде 12. Сонда асы бізде 24, атсыны таптық. И мынақта тура сондай, мысалы мына жерде М, Е деп белгілеп қойсақ, мынау да орта сызық болып тұр. Мына жер бізде 6, мына жер 3 болады. Фалес бойынша, я? Мынаның қатынасы 2-ні 1-ге қатынасы, онда мынау да 2-ні 1-ге қатынасы. Бұл орта сызық болғандықтан мына жер 9 болады. И мына жер 9, сонда 18. АБ 18. Так, все, бұл есеп шықты бізде. Екінші есеп. Ол да қиын емес. Так, үшінші есепке ауысайық. Үшінші есеп бізде алгебра, теңдеулер жүйесі берілген. Так, қараңыздар. X бізде X қосылған 8y бөлінген 2x плюс y-ға тең, я? Ал y бізде x қосылған 4y бөлінген 3x-қа тең. Сразу анықталу облыс жазып алайық. Мына жерден көрініп тұр, x бізде екінші теңдеуде x бөлімінде тұр, x 0-ге тең боламайды. Y тоже 0-ге тең боламайды. Мысалы, y 0-ге тең болса, бірінші теңдеуде, мысалы, мына жақта y-ті 0 қоятын болсақ, онда x тең екінші теңдеуге қойсақ, мысалы, мына жерге 0-ді. Онда y тең 3-тен 1 деген шығады. Ол тең емес 0. Значит, x, y екеуі де 0-ге тең боламайды, x, y екеуі де 0-ге бізде тең бола алмайды. Онда біз ары қарай есепті шығарамыз. Так. Қарайық, былай істейік. Мына жерде y-тен x плюс 4y бөлінген 3x. Осы жерде мына x пен y-тің орындарын ауыстыра салайық. Сонда x-тен болады, x қосылған 4y бөлінген 3y болады, мына x-ті өрнектеп алдық. Яғни x мына жерде де өрнектеліп тұр, и мына жерде де өрнектеліп тұр. Сонда мынау екі өрнекті, мынау екі өрнекті біз бір-біріне теңестіре саламыз да, шығара саламыз. Енді басқаша да әдіспен шығаруға болатын шығар. Мен осылай шығардым. Так, сонда x қосылған 4y бөлінген 3y тең болады, x қосылған 8y бөлінген 2x қосылған y. Так, крест-накрест көбейтіп жіберейік. Мынаған көбейтеміз, мынаған көбейтеміз. Сонда 2x, y-ті мынаның алымына көбейтейік.
Сонда 2x квадрат шығады, қосылған 8xy, қосылған xy, қосылған 4y квадрат. Так, енді мұнамен мұнаны көбейтейік, екеуін. Сонда 3xy, қосылған 24y квадрат. Так, бұл біртекті теңдеу шығады қазір бізде. Однородное уравнение деп айтады. Қараңыздар, мына жақта 8xy, мына жақта xy 9 болады, 3-ті азайтамыз, плюс 6xy, 4y-тан 24-ті азайтамыз, минус 20y квадрат шығады. Так, коэффициенттердің барлығы жұп, 2-ке бөліп жіберсек болады, сонда x квадрат қосылған 3xy минус 10y квадрат. Осындай теңдеу шықты. Бұны квадрат теңдеуге келтіре саламыз. Қалай келтіреміз? Y квадратқа бөліп жіберейік. Сонда бізде x квадратты y квадратқа бөлсек, x бөлінген y-тің квадраты шығады. 3xy-ті y квадратқа бөлсек, 3 көбейту x бөлу y шығады. И 10y квадрат y квадратқа бөлеміз, оның өзі қалады. И осы жерде x бөлінген y-ті t деп белгілеп алайық. Жаңа айнымалы енгіземіз, сонда t-ға қатысты квадрат теңдеу шығарамыз. Яғни t квадрат қосылған 3t азайту 10 тең 0. Так, түсінікті, бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. 10 дегеніміз бізде не болып тұр сонда? Ол 5 көбейту 2. Так, бізде плюс 3, сонда t плюс 5 көбейту t минус 2. t минус 2 тең 0. И осы жерден 2 жауап шығып тұр. t 1 дегеніміз сонда минус 5 болады. И t-ның екінші мәні бізде 2 тең. Так, t-ның 2 мәнін таптық. Енді біз мынау теңдеуді қолданайық. Мынау теңдеу ыңғайлы болып тұрған сияқты. X-тен x плюс 4y бөлінген 3y. Қараңыз. X-тен x плюс 4y бөлінген 3y. Алымында бөлімінде y-қа бөліп жіберейік, сонда x бөлінген y плюс 4 бөлінген 3 болады. Ал x бөлінген y біз білетіндей, ол бізде t-ға тең. Сонда t плюс 4 бөлінген 3. Так, болды. Сонда x1-ді табайық мәнің. Ол t1 қосылған 4 бөлінген 3. t1 дегеніміз көріп тұрмыз мына жерде, ол минус 5-ке тең, яғни минус 5 плюс 4 бөлінген 3, ол минус 1 бөлінген 3 болады. Ну, минус 3-тен 1, короче. y1-ді табайық, y1. Қараңыздар, x бөлінген y-ті біз t деп алдық қой. Мына жерде. Осы жерде y бізде x бөлінген t деген сөз. X-ті біз таптық, x бізде минус 3-тен 1 шықты, Значит, біз минус 3-тен 1-ді t-ға бөлеміз. t деген бізде минус 5. Минус 5-ке бөлеміз. Сонда минус плюс 15-тен 1 шығады. Плюс 15-тен 1. Сонда бірінші жауап бізде минус 3-тен 1, ол x. Y деген 15-тен 1. Міне, бірінші жауап бізде шықты. И екінші жауап. Екінші жауапта t тең 2-ке тең. Яғни x2 ол t2 қосылған 4 бөлінген 3, 2-ні қоямыз, 2 қосылған 4 бөлінген 3, яғни 6-ны 3-ке бөлеміз, 2-ке тең. x2-ның мәні 2, y2 ол x2 бөлінген t. Яғни 2 бөлінген 2 ол 1. 2-де 1. Міне екінші жауап. Міне осында 2 жауап шықты бізде. И бұл теңдеу тоже қиын есеп емес бұл да. И соңғы есеп қалды бізде. Так, комбинаторика. 10 астаналықтардың 10 алматылықтарға ешқандай 2 абонент бір-бірімен екінші рет сөйлеспейтіндей, және кез келген астаналық пен алматылық арасында бір-бірімен сөйлеспеген бір астаналық пен бір алматылық табылатындай 30 қоңырау шалуға болатынын дәлелдеңіз дейді. Так, ну, короче, бұл жерде бұлай графтармен түсіндіріп берейін. Негізі бұяқта қараңыздар, есеп запаспен берілген, қазір мен көрсетіп берем. Астаналықтарды бұлай белгілеп шығайық, нүктелермен, Ну, короче, 10 нүкте. Мынау бірінші астаналық A1 болсын, мынау екіншісі, мынау үшіншісі, мынау 10-шысы болсын. Мына жерде алматылықтарды белгілеп шығайық. B1, B2, B3, B10-ға дейін.
Екі абонент бір-бірімен сөйлеспейді дейді. Кез келген астаналық пен алматылық арасында бір-бірімен сөйлеспеген. Яғни кез келген астаналық, мысалы, алардың ішінде кез келген біреуі. Кез келген біреуін алсақ, ол мыналардың ішінде біреумен сөйлеспеген әйтеуір. Любой. И сол сияқты кез келген алматылық тоже астаналық ішінен біреу таңдаса, оның астаналықпен әйтеуір біреумен сөйлеспеген. Бұл элементарный есеп. Просто былай жасаймыз. Мысалы, А1 Б1-ден басқа барлығына звондап шықсын деген сөз. Түсінікті, иә? А2 ол Б2-ден басқасына барлығына звондап шықсын. А2 Б2-ке звондамайды, мысалы, ары қарай Б3-ке звондайды и так далее, Б10-ға звондайды. И сол сияқты А3-та Б1-ге звондайды, Б2-ге де звондайды, бірақ Б3-ке звондамайды. Б10-ға қалғандардың барлығына звондап шығады. Түсінікті, иә, мысалы. Мынау да сондай 1-ден 9-ға дейін барлық алматылықтарға звондап шықса, бірақ тек қана 13-ке звондамаса, онда есептің шарты орындалады. Кез келген астаналық әйтеуір бір алматылыққа звондамайды. Өзінің номері тең, мысалы, номері К болса, АК, БК-ға звондамайды деген сөз. Сонда есептің шарты орындалады. Бұл жағдайда әр нүктеден бізден 9 қырдан шығады, графта 9 қырдан. И олардың әрқайсысы, то есть бізде 10 адам, әрқайсысы 9 адамға звондайды. Сонда оны 2-ке бөлеміз, 45. Даже 30 емес, 45 звонок жасауға болады. Енді 30 звонок спокойно жасайды. Мысалы, кейбір қырларды просто алып тастай салсаңыз, 30-ға жеткізуге болады. Максимально 45 адамға дейін жасауға болады. Так, бұндай графтар қалай аталады? Мен соны айтып өте салайын тоже. Бұлар қазақша екі ұялы граф деп аталады. Екі ұялы граф. Яғни бізде екі ұя бар да, біреу Астана, біреу Алматы. Екі ұялы граф деген, әр ұяда олар бір-бірімен қосылмайды деген сөз. Яғни астаналыққа звондап тұрған жоқ, и алматылыққа звондап тұрған жоқ. Так. Бұны орысша двудольный граф деп айтады. Двудольный граф дейді. Ағылшынша, по-моему, осылай жазылады. Bipartite граф деп айтады ағылшынша. Авторлық шешімін көрдім, бірақ авторлық шешім кішкене қиында, оны догадаться ету қиын, бір дайын шешімге есепті құрастыра салған сияқты. Меніңше осы әдіспен шығарған кішкене оңайырақ. Так, жақсы. Есептеріміз шықты. Егер сіздерге есептер түсінікті болса, видео ұнаса, онда лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.